Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазіргі қазақ эстрадасында өзіндік стилі, ерекше сахналық мәдениеті және еңбекқорлығымен дарланған өнер иелерінің бірі әрине ол Әйгерім Қалаубаева. Оның шығармашылық жолы тек ән айтумен ғана емес, ізденіс, қайта қалыптасу, өнерге деген адалдық пен өмірдегі тепе-теңдікті сақтаудың айқын үлгісі. Бүгін біз өздеріңіз түсініп отқандай Әйгерім Қалаубаева жайында айтатын боламыз. Егер де видео ұнаса лайк басып қолдап кетіңіздер, біз бастаймыз. Әйгерім Қалаубаева 1985 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Өнерге деген қызығушылығы бала кезінен байқалған. Көптеген балалар сияқты ол тек ән айтып қана қоймай, би арқылы да өзін көрсеткісі келді. Сондықтан оның алғашқы сахналық қадамдары биші ретінде басталды. Алматыдағы Селезнев атындағы хореография училищесіне оқуға түсу оның өміріндегі маңызды кезеңдердің бірі болды. Бұл оқу орнында білім алу оңай емес. Қатаң тәртіп, физикалық дайындық, үздіксіз жаттығулар бәрі жас талапкерден төзімділік талап етеді. Әйгерім осы сынақтардың бәрінен сүрінбей өтіп, училищені үздік бітіріп шықты. Дегенмен оның жүрегіндегі басты арман әншілік еді. Би өнері оның алғашқы баспалдағы болса, ән оның шынайы болмысы болатын. Училищені тәмамдаған соң өмірлік бағыт таңдау мәселесі туындады. Анасының кеңесімен Әйгерім өнерден уақытша алыстап, басқа мамандықты игеруге шешім қабылдайды. Ол Алматыдағы Тұрар Рысқұлов атындағы Қазақ экономикалық университетіне түсіп, экономика саласы бойынша білім алады. Бұл шешім сырт көзге тосын көрінгенмен, оның өмірлік тәжірибесін байыта түсті. Экономика саласында білім алу, тәртіп, есеп, жоспарлау сияқты қасиеттерді қалыптастырды. Алайда жүрек қалауын толықтай өшіру мүмкін емес еді. Әйгерім өз мамандығы бойынша жұмыс істемеді. Себебі оның шынайы жолы өнер болатын. Өнерге қайта оралуы теледидар арқылы басталды. Ол хабар телеарнасындағы ұят болмасын және біздің көшенің тұрғындары сияқты бағдарламаларда жұмыс істеп, көрерменге ерке, шынайы образымен танылды. Телевизиядағы тәжірибе оған сахналық сенімділік берді. Камера алдында өзін еркін ұстау, аудиториямен байланыс орнату, кейінгі әншілік карьерасында үлкен рөл атқарды. Әйгерім Қалаубаеваның әншілік жолындағы алғашқы табыстарының бірі Жылайды жапырақ және ертегілер әндері. Әсіресе ертегілер әні балалар арасында кеңінен танылып, ерекше сүйіспеншілікке ие болды. Бұл кезеңде оның репертуары біртіндеп кеңейе бастады. Алдаймын, көңілді күн сияқты әндері де тыңдарман жүрегінен орын тапты. Оның әндерінде жеңіл әуен мен эмоциялық тереңдік үйлесім табады. Әйгерімнің басты ерекшелігі бар ғой, оның биші ретінде алған білімі. Өздеріңізде мына би болып жүрді ғой алдында TikTokта көрген шығарсыздар. Көптеген әншілер тек ән айтуға мән берсе, ол әрбір сахналық шығуын шағын спектакльге айналдырады. Қимыл, пластика, костюм, эмоция бәрі біртұтас көрініс береді. Оның жеке би ансамблінің болуы да кәсіби деңгейінің көрсеткіші. Бұл ансамбль түрлі концерттер мен телевизиялық жобаларға қатысып, әншінің сахналық образын толықтырады. Келісесіздер ме? Әйгерім тек әнші әрі биші ғана емес, сонымен қатар дизайнерлік қабілеті бар жан. Студенттік жылдары қаржылық мүмкіндік шектеулі болғандықтан алғашқы сахналық көйлегін өзі тігіп шыққан. Кейін бұл қызығушылық кәсіби деңгейге жетіп, ол өз ансамблінің бишілеріне де костюм тіге бастады. Қазіргі таңда ол дизайнерлермен жұмыс істегенмен, эскиздерін өзі дайындайды. Бұл оның өнерге деген жан-жақты көзқарасын көрсетеді. Әйгерімнің өмірінде ана болу кезеңі де ерекше орын алады. 2 баласын дүниеге әкелгеннен кейін ол біраз уақыт өнерден алыстап кетті. Бұл үзіліс оның шығармашылық жолында кідіріс болғанымен тоқырау болған жоқ. Қайта сахнаға оралу үлкен еңбек пен табандылықты талап етті. Ол жаңа әндер жазып, бейнебаяндар түсіріп, тыңдарманын қайта жинай білді. Әйгерімнің шығармашылық жолында көптеген әріптестерімен жұмыс істеуі маңызды рөл атқарды. Солардың ішінде өздеріңізде білесіздер, Нұрлан Әлімжан ерекше орын алады. Екеуінің арасындағы шығармашылық байланыс көптің назарын аударып, түрлі қауесеттерге себеп болды. Олар бірге концерттер жүргізіп, бейнебаяндар түсіріп, дуэттер орындады. Танымал әнші, актер Нұрлан Әлімжановтың ажырасып, өнердегі әріптесі Әйгерім Қалаубаевамен қосылғаны туралы сыбыс тарады. Бұл туралы Азаттық рухы сайты жазды. Олардың бірге түскен видеолары, өздерін ұстауы,
жұрт арасында сыбыс тарауына себеп болғандай. Қос әншінің көлікке мінген достарымен қоштасып, әрі қарай қол ұстасып кетіп бара жатқанын байқауға болады. Олардың бұл жүрісіне желі қолданушылары оң қабақ таныта қойған жоқ. Бұл әрекетіне қатысты түрлі пікір қалдырды. Оқырмандардың бірі тіпті Нұрлан Әлімжановтың Әйгерім Қалаубаева үшін ажырасып кеткенін жазды. Екеуінің де бөлек семьялары бар адамдар. Өздері ғой қосуға повод беретін. Бұл әйел байынан кетіп, Нұрланға тиіп алған. Нұрлан осы үшін семьясынан ажырасып кеткен. Екеуінің семьясы бөлек болса, осылай жүреді ме? Актриса ырбиып жабысып жүрсе бір-біріне жұрт көргенін айтады, деп жазды желі қолданушылары. Желі қолданушылары мен көрермендер әрдайым жұлдыздардың жеке өміріне қызығушылық танытатыны жасырын емес. Әйгерім мен Нұрланға қатысты да түрлі әңгімелер тарады. Бұл жағдайға қатысты әнші ашық пікір білдіріп, олардың арасындағы байланыс тек өнермен байланысты екенін нақты айтты. Оның сөзінше оларды біріктіретін көп жылдық достық пен шығармашылық серіктестік. Қымбатты менің парақшамдағы асыл жандар. Нұрлан екеуміз сонау бала кезден бір-бірімізге еркелеп өскен достарымыз. Жұмысымызға үлкен жауапкершілікпен қараймыз. Ешкімнің отбасы ойрандалған жоқ, шүкір. Бізді байланыстыратын нәрсе өнер. Бір-біріміздің жеке шекарамызға мұрын сұқпаймыз. Әркім өз әлемінде бақытты. О жаратқан ием, елім, ата-анам, ер азаматым, балаларым, бауырларым және менің қымбатты инста әлеміндегі достарым бағыма аман болсын, әмин, деді Әйгерім Қалаубаева. Әйгерім аяқ басып жүріп жатыр. Мен де солай. Екеуміздің арамызда достық махаббат. Әйгерім 16 жаста болғанда, мен 17 жаста болғанмын. Сол кезде рухани дос, тілеулес болатынбыз. Әйгерімнің досы деген көп өзі. Ол менің досым, кейде сынаушым. Нұрлан, ана клипіңде былай істеу керек еді. Киімің дұрыс болмапты деп айтып отырады. Мен қыз бен жігіт арасында достық болмайды деп ойлайтынмын. Сөйтсем болады екен, деді Нұрлан Әлімжан. Әйгерім Қалаубаеваның күйеуін көргендеріңіз бар ма? Бар болса жазып кетсеңіздер, мен өз басым көрмеген екенмін. Әйгерім Қалаубаева күйеуін көрсетпеуінің де себебін айтқан екен. Жеке өмірін көпшілікке жария етуді қаламайды. Оның өмірлік серігі әскери қызметкер болғандықтан отбасы туралы ақпаратты ашық айту шектеулі. Бұл оның саналы таңдауы, өнердегі ашықтық пен жеке өміріндегі жабықтық, оның өміріндегі екі түрлі әлем. Ол бұл тепе-теңдікті сақтай біледі, тіпті танымал тұлғалар көп жиналатын жерлерге күйеуі Қалаубаеваны жалғыз өзін жіберетін көрінеді. Біздің үйде мерейтойлардың бәрі жабық түрде өткізіледі. Ол тойларда кейбір өнер адамдары болып тұрады. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерін шақырып, оны көпшілікке паш ете алмаймын. Біздің үйдегі әскери тәртіп солай. Тәртіп емес, қойылған талап десе дұрыс шығар. Негізі құпия емес. Мен мүлдем оны құпия ұстамаймын. Тек қана жарияламаймын. Өйткені әскери құпия, ол әскери құпия. Әскери қызметтегі адам болған соң, ондай жағын қозғамауға өтініш білдіреді. Мен де талапқа сай жүруге тырысамын. Өйткені өнер жолы оңай емес. Ол кісі маған дұрыс қабақ танытып, толассыз гастрольдерім мен концерттеріме түсіністікпен қарағаннан кейін, мен де оның жағдайына кіруге тырысамын. Өнер адамдарының шабысы ерекше ғой. Қаладан қалаға жүреміз. Әріптестерімнің тойына жалғыз келемін. Ал отбасылық отырыстарда үнемі біргеміз. Шынында да өмірім екіге бөлінген сияқты. Отбасылық өмірім бөлек, өнердегі өмірім бөлек, деп түсіндірді әнші. Әйгерім Қалаубаева заманауи қазақ өнеріндегі ерекше тұлға деп айтар едім. Оның өмір жолы тек табысқа жету емес, сонымен қатар өзін табу, қайта қалыптасу, қиындықтарды жеңу тарихы. Ол биші, әнші, дизайнер, ана және сахна адамы. Оның әрбір қадамы еңбек пен ізденістің нәтижесі. Бүгінде Әйгерім Қалаубаева тек әнші ретінде ғана емес, өнердегі өзіндік қолтаңбасы бар тұлға ретінде қалыптасты. Оның шығармашылығы әлде дамып, жаңа белестерге жететіні сөзсіз.